ішілей қатты білім алған жігіттер қатты шатасқан. Ұлттық салт дәстүрден алыстамауымыз керек. Салт дәстүрімізден безсек, сонда біздің кім болғанымыз? Дүбәрі болып қаламыз ғой біз сонда. Мына келе жатқан болашақ не ұстайды? Мен бірінші сыныпқа барғанда менің апам намаз оқитын. Бірақ мен оны намаз оқып жатыр демейтін. Өйткені менің санамда жоқ қой ол. Менің санамда жоқ. Болашақты тәрбиелейік, салт дәстүрді бөлмейік діннен. Солай тәрбиелеп, біз сонда ғана біздің қазақ деген атымыз ешқашан өлмейтін. Көкпар ұлттық ойыны қайтадан бізде жаңғырып келе жатыр. Аудан көлемінде. Өйткені әр ауылда қазір командалар шықты. Жалғыз тал орман болмайды. Біз өзіміз қазақ екенімізді мойындауымыз үшін ең бірінші тіліміз шұбарланбау керек. Ассалаумағалейкум, құрметті әулие-ата діни танымдық рухани бағдарламасының ютубтағы көрермендері. Біз кезекті ретте ат басын Қазыналы Қарт Қаратауға Талас ауданына бұрған жайымыз бар. Және осында кереметтей ағамызбен толығырақ айтып өтетін болсам, Байженов Талап Әуесханұлы Ақкөл ауылдық мәдениет үйінің меңгерушісі, одан бөлек Талас ауданына сіңірген еңбек үшін медалінің иегері, әнші, сазгер ағамызға келіп отырмыз. Аға, ассалаумағалейкум. Өзіңізбен бет көру, дидар ғанибет болып жатқанымызға мәз мейрамбыз, әбден разымыз. Енді аға, біз осы әулие-ата діни танымдық бағдарламасымен жалпы Жамбыл облысының аудандарын аралап, өзіңіз секілді осы руханияттан, қазақтың ескі низамынан хабар бар кісілерге соғып, бір-екі ауыз сөз осындай пікір алып, сұхбат алып жүрген жайымыз бар. Енді бәрін айтты, бірін айт. Менің осы айтқым келетін сізден осы көптеген өзіңізден, өзіңіз секілді үлкен ағаларымыздан сұрағым келетін мәселе осы қазақтың мәдениеті. Енді біз білеміз, 1991 жылы бізде тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік алғаннан кейін біз руханиятымызды тіктейміз деп, еліміздегі көптеген білім ізденген бозбалаларды, жас жігіттерді шетелге аттандырды. Оның ішінде көпшілігі дерлік мынау араб елдеріне барды. Сол жақтан білім алып келді. Қазірде күнімізде сол азаматтар осы руханият бағытында, діни шариғи бағытта өз жұмыстарын жасап жатыр. Десе де 30 жыл болды, біздің мәдениетіміз былайша айтқан кезде бір аяққа тұрып кетті, шарықтап прогресске кетті деп айта алмаймыз. Бар. Алматы, Астана қалаларындағы мәдени ошақтар, енді бұл сөзіме біреулер қарсы қыла салуы мүмкін, бірақ десе де осы біздің аудан, басқа да облыс деңгейіндегі қазақтың ескі жыр термелері, қайсы бірін айта береміз, өзіңіз түсінесіз ғой, солардың біразы кенжелеп қалды. Аға, осы турасында өзіңізден бір-екі ауыз пікір болса. Рахмет. Ал енді жалпы қазақ баласы біз осы дін мен дәстүрді бірлестіріп өскен халықпыз. Тарихтан да оқып отырсақ та, жалпы дін жөніндегі әңгімелерді қозғасақ та, жалпы біздің елімізде, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, шет мемлекеттерде оқып, ішілей қатты білім алған жігіттер қатты шатасқан сияқты. Көзімізбен көріп отырмыз, құлағымызбен естіп отырмыз. Алла тағала құлақ берген, көз берген бәрімізге. Сондықтан мен ойлаймын, осы дін жөніндегі біз ұлттық салт дәстүрден алыстамауымыз керек. Бізде қазақ елінде жыр терме, ақындық, жалпы өнер саласы ең үлкен жолға қойылған. Мынау біздің айтсақ, ақан сері, Біржан Сал, міне осы аталарымыздың барлығы, Абай, ұлы Абай, бәрі мына өнерімен халыққа паш етіліп, міне әлі күнге дейін біздер соның сусындап келе жатырмыз. Біржан Салдың әдемі айтыстары, әдемі әндері мысалға. Соны жоққа шығармауымыз керек. Жоққа шығару ол өте қателік. Өйткені айтады ғой бұрынғыларымыз, аталарымызда, өткенді ұмытсаң, болашағың бұлыңғыр болады дейді. Сондықтан да біздер ойлаймын, салт дәстүрді дінмен біріктіріп, бәрін бірдей, 50-50 бірдей ұстап отыру керек. Діннен безіп кетпейміз, өйткені
біз түркі тілдес халықпыз, ислам дініндегі. Одан біз берік безіп кетпейміз. Ал біз салт дәстүрімізден безсек, сонда біздің кім болғанымыз? Дүбәрә болып қаламыз ғой біз сонда. Мына келе жатқан болашақ не ұстайды? Олар анау тілі сайраған, ағызып, жаңағы оқығандарын жатқа біліп алғандар соларға қарай жүгіреді. Қазір тіл ғой. Мына YouTube, жалпы Facebook, барлық жерде тілі бар, тілі көркем сөйлейтін адам озып тұр. Бірақ мына салт дәстүрді не істейміз? Салт дәстүріміз, мысалға. Сол салт дәстүрімізді біз тастап кете алмаймыз ғой бұны. Тастап кетсек, онда кимешегімізді шешейік, ата-апаларымыз. Сақалымызды сыпырайық, ата-апаларымыздың бәрін мынау кітап ұстап отырған ұлы Абай. Сол жасында суреттегісін зерттеп қарасам, 45 жаста екен. Көрдіңіз бе? Сол кезде мысалға сақалы өзіне жарасып тұр. Тақиясы өзінің басына, шапаны қандай жарасып тұр, қолында кітабы тұр. Соны ойдан, қиялдан алған жоқ қой. Соның бәрін осы ұштастырып, мысалға, сол ұлы Абай әнді де жазған, өлеңді де жазған, дінді де ұстанған. Ешқайсысына өкпе жасамаған. Сондықтан мен ойлаймын, дін мен дәстүрді бірлестіріп ұстау керек бұл жерде. Сол кезде біз шатаспаймыз. Біз анау барлығын шетелдің даңғазасымен, болмаса тағы да басқа нәрселер көп қой, мынау интернеттен қарап отырсаң, оған бармау үшін бір кішкентай ғана бір не көрдім мен ютубтан. Бір кішкентай бала титтайынан жаңағы тәрбиелеп жатыр ата-анасы. Телефонды берсе алмайды. Құран кітапты берсе алады. Соны енді қолдан жасаған жоқ қой, ол титтай періште ғой ол әлі. Сондықтан да біз мына дін мен дәстүрді біріктіріп осы біздің болашағымызға тастауымыз керек. Біз ата-бабаларымыз солай бізге өсиет етіп кетті ғой. Өсиет етіп кетті. Мен титайымды білем. Мен бірінші сыныпқа барғанда менің апам намаз оқитын. Бірақ мен оны намаз оқып жатыр демейтін. Өйткені менің санамда жоқ қой ол. Менің санамда жоқ. Бірақ мен сол кісілерге рахмет, жатқан жерлері жайлы болсын. Мен мына өнерді таңдатты маған. Өнерге сүйреледі, титайымнан жетеледі. Мен домбыра ойнаймын, ән шығарамын. Өзімнің байлығым сол енді, менің бойымдағы байлығым. Сондықтан да ойлаймын, дін мен дәстүрді бөлмеуіміз керекпіз. Біз домбыраны тастай алмаймыз. Әрбір қазақтың үйінде домбыра ілулі тұрса, мен қуанар едім. Мен өз басым сондай принцип ұстандым. Мен сыйлыққа берсем, тек қана бауырыма, туысыма, жақыныма, досыма домбыра сыйлаймын. Неге? Салт дәстүріміз. Салт дәстүрімізде. Мына қамшы ілулі тұрады, домбыра ілулі тұрады, Құран кітабы ілулі тұрады. Міне соның бәрі бірге болу керек. Ол жерден алып тастамауымыз керек. Ана Құран кітапты былай жоқ қой, домбыраны былай қой, қамшыны былай қой демеуіміз керек. Мен өзім мәдениет саласында жұмыс істегеннен кейін салт дәстүрге көп көңіл бөлемін. Енді мені солай бұйыртып тұр, енді маңдайыма соны жазып тұр, енді мен салт дәстүрді де дінді де бірге ұстауға. Мен сол ойлаймын, осы болашақ ұрпаққа мен құрметті осы әулие-ата руханият телевизиясын көріп отырған көпшілік, болашақты тәрбиелейік, салт дәстүрді бөлмейік діннен. Солай тәрбиелеп, біз сонда ғана біздің қазақ деген атымыз ешқашан өлмейтін болады. Тамаша. Енді бұл ауданның, жалпы Талас ауданының осы мәдениет саласы, енді мәдениет саласы кең ұғым ғой. Оның ішінде жаңағы ақындары бар, поэзиясы бар, прозасы бар, одан бөлек жаңағы салт дәстүрге, ұлттық фольклорға қатысты бағыттар бар. Енді осы мәселелер турасында біздің осы ауданымызда, Таласта нендей жаңалық бар, нендей бір атап өтетін, айтып өтетін мәселелеріңіз бар, сол турасында кішкене. Рахмет. Мына алғашқы өнер жолына 84 жылы келдім. Сол өнер жолына 84 жылы келгенінде осы біздің Талас ауданының Ойық ауылы деген үлкен жер бар. Ол кезінде жаңадан совет өкіметі құрылған кезде аудан орталығы болған екен. Сол жерде Қазақстан телевидениясынан, ол кез Алматыда еді ғой орталық, сол жерден қыз қуу деген бағдарламаны түсіруге келді. Неге ол? Мен ойлаймын да, Қазақстанда жер көп. Ойлаңыз, Сарыарқаның жер деген жатыр ғой, көкорай шалғын. Бірақ сол Талас ауданы ойлаймын мен киелі жер деп. Сол жерге келіп бір күн қыз қууды түсірдік. Мен өзім қатыстым, баламын. Мен мәдениетке жаңадан келгенмін. Сол кезде техниканың жетіспеушілік мынандай үлкен ауқымды жоқ, бірақ барымен түсірді. Сол біздің энциклопедиямызда қалды.
Талас ауданы Ойық ауылы, ол кезде енді өзі сол жерде бір жерлердің атаулары болады ғой. Әр жерлердің мысалға жаңа Қызыл Шоқы деп болады ғой. Сол сияқты Шошқа базы асыраған жері бар екен совет өкіметінің кезінде. Сол Шошқа базда кеңістік бар екен. Өзі бір жан-жағы талмен қоршалған, бір өз керемет жер енді ананы бір ойласаң, Баян-өлгей сияқты бір жақсы жерлер, Баянауыл сияқты жақсы жерлер мысалға. Сол жерде қыз қууды түсірді. Сол ойлаймын, сол салт дәстүрлерді біз жаңғыртуымыз керек. Бірақ енді осы былтырғы жылдан бері, 2023 жылдан бері ауданымызға жас әкім келді. Сол Нұрбол Әбдімәжитұлы өзі спорт саласында жұмыс істеген, қазақтың салт дәстүрінің бәрін жақсы түсінеді. Сол кісінің инициативасымен көкпар ұлттық ойыны қайтадан бізде жаңғырып келе жатыр. Аудан көлемінде. Өйткені әр ауылда қазір командалар шықты. Мені қуандыратыны. Сөйтіп осы 2023 жылы көктем айында бізде Ақкөл ауылында көкпар өтті, аудандық неде. Сонда мен өзім риза болдым. Аудан әкіміне де, ұйымдасқан спорт бөліміне де керемет ұйымдастырылған. Неге? Біздің өсіп келе жатқан бауырларымыз, ұрпақтар қолы бос болмайды. Ат баптайды, оны мініп үйренеді, онымен көкпар тартып үйренеді. Сол кездегі осы бейне таспалар бар, жалпы аудан ішкі саясат бөлімінде бар, мен оны өзім көрдім, Facebook парақшаларынан жақсы дамыды, керемет. Сонан соң 2023 жылы Талас ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, Ұлбике Ақын атындағы мәдениет орталығының ұйымдастыруымен осы бізде 14 ауылдық округ бар. 14 ауылдық округта ауылым алтын бесігім деген бағдарлама ұйымдастырылды әр ауылдың. Сонда кәдімгі біздің салт дәстүріміздегі кәдімгі атарба, есек арба, жаңағы ұршық үйіру, не тарту, диірмен тарту, жаңағы теңге ілу, жаңағы біздің қазақы қыз-келіншектеріміз, аналарымыз қалай бауырсақты дайындау, және де мысалға етті қалай асу, міне салт дәстүріміздің бәрі керемет дейді. Сол үлкен іс-шара біздің енді бір ауылымызда болмай қалды. Ол кезде ол ауылымызда карантин болып жатқан мал ауруына байланысты Майтөбе ауылында болмай қалды. Қалған ауылдың барлығында болды. Жақсы аудан әкіміне рахмет, жақсы жүлдер орындармен марапаттап жыл соңында барлығына керек жарақ, ұлттық киімдер, жаңағы еңбек еткен ауылдарға ұлттық домбырамызды, аспап аппаратураларымызбен қамтамасыз етті. Бұл ауыл болып еңбек ету керек қой. Ауыл болып, жеке болып, жалғыз тал орман болмайды. Ауыл болып, ауылдың әкімі дер қандай керемет, риза болдым. Ауылдың қариялары өздері атсалысып, ауылдың әжелері кимешек киіп отыр. Ана жерде көзіңізге жас келеді. Кәдімгі мынау тарихи кинолар түсіріліп жатыр ғой. Тарихи кинолардағыдай. Мына біздің ауданымызда бар екен ба мынандай байлық. Осының бәрін егер де мына бағдарлама ұйымдастырылмаса, оның бәрі шықпай қалып кететін еді. Өздері наурыздарында мейрамдалады да, содан болып орын-орнымен қала береді, жаңа ұмытылып. Зато марапатталды. Қандай керемет болды. Сондай бір рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осындай бір игілікті істер біздің ауылымызда, ауданымызда жақсы жүріп жатқан жағдайы бар. Рахмет аудан әкіміне, аудан басшылығына, көңіл бөліп, ауылды жекелемей, барлығына бірдей қарады. Жақсы. Тамаша. Мынауыңыз шынымен ақ бір ыждахатпен атқарылған керемет шара екен, мен тәнті болып отырмын. Ләйім солай еліміздің барлық жерінде өйстіп аудан басшылары, облыс басшылары осындай нәрселер бастаса, енді мынау ұлт деген нәрсенің сипаты өзіңіз білесіз, ол ұлттың келбеті болады, кәдімгі жүзі дегендей. Одан кейін тілі болады, одан кейін ділі. Ол ділі деген жаңа фольклоры, салт дәстүрі, осы нәрселер болады. Ол енді осы жастарға керемет айтып жатсыз. Ұлтың аман болмаса, дінің кімге керек? Ол дініңді қорғай алмайсың мысалға. Сол себепті бұл өте маңызды шаруа. Енді аға, өзіңізді көргенімізге, осындай керемет сөздер тыңдағанымызға біз әбден ризамыз. Бұл сұхбат дегенді өзіңіздей азаматтармен таңды таңға соғып, жайлауда жатып алып тұрып айтатын нәрсе, оған ешқандай күмән шүбә жоқ. Енді біз арлы берлі осындай көшпелі студиямен жүргеннен кейін бір ақырғы сізге сұхбат барысындағы ақырғы өтінішім.
ел көрдіңіздер, жер көрдіңіздер, заман көрдіңіздер, аумалы төкпелі кезеңді сіздер көрдіңіздер. Соның бәрінен бағдарлап, барлап, өздеріңіздің түйгендеріңізді жастарға бір ауыз насихатыңыз болса, өтініш. Рахмет. Мынау енді құрметті жастар, анау өзіңді өзің мақтамасаң, көршің келіп ешқашан мақтамайды дейді. Мен ойлаймын, құрметті жастар, мен сіздерге тәлім тәрбие ретінде бір ауыз өзімнің көрген, түйгенінен бір ауыз айтайын. Бізге ешкім еш нәрсе әкеп бермейді. Біз өзіміздің ішіміздегі құндылықтарымызды бағалай білуіміз керек. Сондықтан да жаңағы қазақта бір әдемі сөз бар. Әкесін көріп, жаңағы қызыңды бер, шешесін көріп қызын ал деген. Сондықтан да біз өзіміз қазақ екенімізді мойындауымыз үшін ең бірінші тіліміз жуарланбау керек. Тілімізге көп сырттың нелерін, интеллектерін қоспауымыз керек. Екінші айтарым, біздің салт дәстүріміз жаңағы шетелдік емес біздікі, ол біздікі. Мынау көріп отырған, айтып отырмын ғой, ұлы Абай атамыз, Зере әжеміз, мысалға суреттерін көресіздер, интернетте тұр. Сондықтан да біз салт дәстүрімізден аттамайық. Салт дәстүрімізден аттаған адам біз ертең жоқ болып кетуіміз де мүмкін. Сондықтан құрметті жастар, мен сіздерге болашақтарыңызға жарқын тілеймін, жарқын болашақ тілеймін. Өйткені сіздер біздің болашағымызсыздар. Сіздерге артыңызда отырған бауырларыңыз, ата-аналарыңыз сенімділік білдіріп, бауырларыңыз сіздерді арқа тұтып жүр. Сондықтан да арқа тұтар азамат болыңыздар. Арқа тұтар азаматша болыңыздар. Мына Қазақстан осылай көркейе берсін. Өйткені біз күнделікті 2023-те бір жаңалық естісек, 2024-те тағы да біздің жастарымыз бір жаңалықпен, жақсы жағымды жаңалықпен, осындай жаңалықтарыңыз көп болсын. Қашпаңыздар біздің елімізден. Қайда барасыздар қашып? Анау арпа бидайға айтқан екен, баратын жеріміз диірмен ғой деп. Сол сияқты біз елімізден қашпауымыз керек, басқа салт дәстүр бізге қажет емес. Өзіміздің дінімізді, өзіміздің салт дәстүрімізді ұстануымыз керек. Керемет, енді бұдан артық айту білмеймін қалай болатынын. Олай болса, көзқарақты көрермен, бүгін бізде осындай кереметте сұхбат болды. Біздің сұхбатымызды YouTube арнасынан көре аласыздар. Сілтемесін біз әлеуметтік желілерге тастаймыз. Біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар. Біздің әрбір осындай үлкен азаматтармен өткен сұхбатымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің сұхбатты әркез көріп отырасыздар. Рахмет.